Тез бекетінде адасып қалған мына сары күшік қайда барарын білмей келе жатқанында оның алдынан бір сарбас еркек кездесіп, сарбастың күшікке жаны ашығандықтан оны көтеріп алып, вокзал қызметкерлеріне апарып, бұл күшікті вокзал ішінен тауып алғанын айтса, қызметкер ешкімде күшік жоғалды деп келмеген айтыммен бірге күшікті алып қала алмайтынын айтқандықтан, сарбас күшікті тастап жіберерін, әлде үйіне алып қайтарын білмей, ақыр оны тастауға көзі қимай үйіне апарса, ит мысық деген өлердей жек көретін әйелі сарбасқа ренжіп, қайтерін білмеген сарбас оған күшікті ертең басқаларға бере салам, бүгінше үйде тұра тұрсын деп әйелін әрең көндіреді. Сондықтан ертесі таңертең сарбас күшікті алып, хайуанаттарды жиып алатын жерге барып, күшікті осыларға бере салмақ болғанымен, бұндағы қызметкерлер бұнда жиылған иттердің санының асып кеткенінен жалғасты иттерді алмайтындарын айтып, күшікті алып қалғысы келмегендіктен, сарбас кітапхана ашатын бір досына барып, күшікті соған бермек болып, досы да күшікті бір көріп ұнатып, бағып алмақ болғанымен, бұндағы мысықтар күшікті көріп оған тиіскендіктен, мысық пен иттің бұл арада сыйыса алмайтынын ойлаған досы күшікті алып қалғысы келмей қалады. Не керек, осылайда сарбас тағы да бірталай жерге барып, күшікті бағып алар адам іздегенмен ешкім де оны бағып алмай, сарбас бір жапондық досына барғанда, бұл досы күшікті бір көріп танып, бұл күшіктің жапонның күзетші ит тұқымдасы екенін, бұл түрдегі иттер өте ақылды әрі иесіне өлгенше адал екенін айтумен бірге сарбасқа, бұл күшіктің саған кездесуі тағдырдың жазмышы, сен оны талдағың келмесе де, күшік әлдеқашан сені өз иесі ретінде танып алды деп бірталай нәрсе айтып, сарбас болса күшікті ешкімге бере алмаған соң, оны амалсыздан үйіне алып қайтады. Бірақ әйелдің тағы да ашулануынан қорқып, күшікке даладан ұя жасап бергенмен, кеште ауа райы қатты суытқандықтан дереу барып оны ұясынан алып қайтып, әйеліне көрсетпей үйінің бір жеріне апарып жатқызып қояды. Өстіп сарбас күшікті әйеліне жасырып әлек болса, әйелі күніге күшікті елге бере сал деп мейін жеп, бір күні сарбас аулада күшікті ойнатып жүріп, бір допты лақтырып, күшікке допты алып кел дегендей қылғанымен, күшік допты алып келмей қойғандықтан, сарбас оған допты қалай алып келуді үйрету үшін икпеттеп допты тістеп күшікке көрсетіп, бұл кезде оның әйелі мен қызы бұның барлығын көріп тұрған болып, әйеліне де күшікті бағып алмақ болған біреу хабарласа қалып, егер оған күшікті келіп алып кетіңіз десе, күшіктен құтылатынын ойлағанмен, сарбастың күшікпен балаша ойнап жүргенін көріп, бір жағы күшікке жаны ашыса, бір жағы сарбастың көңілін қалдырмау үшін бағып алушыға күшікті бермейтін болдық деп, күшікті отбасының бір мүшесі етеді. Бірақ бұл кезде әйел сарбас пен күшіктің ортасындағы махаббаттың тарих бетінде қаларын мүлдем ойламаған еді. Фильм ұнаса ақша беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.